Сәлеметсіздер ме? Бүгін мінез жанның айнасы деген тақырыпты өтетін боламыз. Бізден кейінгі видеоларды көріп отыру үшін лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырмада өте қызық мәтін берілген. Бұл мәтінде бір жолаушының оқиғасы баяндалады. Бұл жолаушы жол жүріп келе жатып, вагон-ресторанға барады. Сол кезде бір қызық оқиғаға тап болады. Вагон-ресторан 2 бөлмеден тұрады екен. Бірінші бөлмесінде бір даяшы, екіншісінде екіншісі келген халыққа қызмет көрсетіп жүр екен. Біреуі қалың ерін, дудар бас, жирен шашты ұзын әйел деп суреттейді. Ол өте қатты сөйлеп, жер-көкті көшіріп жүр дейді. Тапсырыс алыңыз деп айтқан адамға келгенің жаңа ғой, әкетіп бара ма деп айғайлап кетеді екен. Тамағыңызды тезірек әкеліңізші десе, отыра тұр, қызметінен қалып бара жатпаған шығарсың деп үнемі жақтырмай сөйлейді дейді. Ал екінші бөлмеде талдырмаш қара торы қыз жүр. Аяғын ұшынан басады, жұрттың бәріне күледі. Қазір деп жүгіріп барлық айтқандарын істеп жүреді. Сол екінші қыз қызмет етіп жүрген жақта келушілер де өте көп екен. Ал мына жолаушы барған бөлмеде 4-5 адам ғана отырады. Сол екеуінің іс-әрекетіне қатты таңғалып, келесі күні тағы да сол ресторанға барады, мейрамханаға. Екінші қыз қызмет етіп жүрген жақта адам әлгіндегідей көп болады, сондықтан бұл қайтадан бірінші даяшының мейрамханасына кіреді. Ештеңе демей, тамағын ішіп, есебін айырып, орнынан тұрып сәл бөгеледі. Сол кезде жаңағы дударбас келіншек езу тартып жымиып, кеше маған бірдеңе айтқыңыз келбеді ғой дейді бұған. Сонда бұл: сіз ашуланбайтын болсаңыз ғана айтамын дейді. Ал ашуланбайын сұрашы дейді. Сіз осы неге дөрексіз деп сұрайды бұл. Сол ма деп дударбас әйел жақтырмай қалады. Сол деп езу тартып күледі бұлда. Білесің бе, ана қызды көргенде кәдімгідей жыным ұстайды менің. Әдейі істейді дейді дударбас әйел. Бұл жолаушы да дәл соны аңғарды. Ана қара торы қыз мына дударбас әйелдің дөрекілігін көріп, әдейі басқа адамдарға жымиып, қызмет көрсетіп, сөйтіп жүгіріп жүреді екен. Сөйтіп келген адамдардың барлығын өзіне баурап алады. Оның сол мінезін көрген мына дударбас әйел одан сайын дөрекілене түсетін көрінеді. Қазақта бет-көк білеп, тоныңды отқа жақпа дейді. Басқа адамға қарап, соған ашуланып, өзіңнің мінезіңді құртудың қажеті жоқ деп есептеймін. Сондықтан әркім өзіне жауап бере білу керек. Өзіне өзі ие болу керек. Сол уақытта ғана барлығы дұрыс болады деп есептеймін. Енді бірінші тапсырманың астында сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Автор вагон-ресторанға барғанда нені байқайды? Ол вагон-ресторанның 2 бөлігіндегі даяшылардың 2 түрлі екендігін, екі жақтағы келушілер санында да айырмашылық бар екенін байқады. Дударбас әйелдің дөрекілік танытуына не себеп болды? Ол көрші бөлмедегі даяшы қызды ұнатпайды. Себебі оған бәрі үйір. Сондықтан ашу үстіне ашулана түседі. Екінші бөлмеде келушілер саны неліктен көп? Себебі ол бөлмедегі даяшының мінезі жақсы, үнемі күлімдеп жүреді. Бірінші тапсырманың әсінде берілген сөйлемдерді әдеби нормаға сәйкестендіріп қайта жазыңдар дейді. Әкетіп бара ма деп күжетті. Күжетті дегенді қатты дауыстады деп өзгертсек болады. Барылдап сөйлеп, жер-көкті көшіріп жүр дегенді айғайлап сөйлеп, бәрінің мазасын алып жүр деген сөйлеммен ауыстыруға болады. Сіздер өз нұсқаларыңызды ұсынсаңыздар болады. Менікі жай ғана бағыт беру. Енді бүгін біз өзіміз өтіп жатқан зат есім грамматикалық тақырыбының тәуелдік жалғауына кеп жеттік. Тәуелдік жалғау дегеніміз бір заттың басқа бір адамға немесе затқа тәуелді, меншікті екенін білдіретін зат есімге тән қосымша.
тәуелдік жалғау тек қана зат есімге тән. Ол тәуелділікті, меншіктілікті білдіреді. Осыны ұмытпаймыз. Енді тәуелдеудің екі түрі бар. Оңаша тәуелдеу және ортақ тәуелдеу. Үш жақта тәуелденеді. Бірінші жақта менің дәптерім, сенің дәптерің, сіздің дәптеріңіз сыпайы түрде. Үшінші жақта оның дәптері. Ортақ тәуелдеуде біздің дәптеріміз бірінші жақта, екінші жақта сендердің дәптерлерің, сіздердің дәптерлеріңіз, олардың дәптері. Ортақ тәуелдеу деп отырғаны бірнеше адамға ортақ меншіктілікті білдіру. Бір дәптердің бірнеше адамға ортақ екенін білдіріп тұр. Енді көпше түрінде де, егер зат көп болса да, оны осылай тәуелдеуге болады. Тек ол жерде көптік жалғауын қосып айтамыз. Мысалы, бірінші жақта менің дәптерлерім, екінші жақта сенің дәптерлерің, сіздің дәптерлеріңіз сыпайы түрінде, үшінші жақта оның дәптерлері. Бұл жерде дәптердің саны көп. Сондықтан біз көптік жалғауын жалғадық. Ортақ тәуелдеуде біздің дәптерлеріміз, екінші жақта сендердің дәптерлерің, сіздердің дәптерлеріңіз, үшінші жақта олардың дәптерлері. Яғни дәптердің маған, саған, сізге немесе оған тиесілі екенін, сол адамдардың заты, сол адамдардың меншігі екенін біз білдіру үшін осы тәуелдік жалғауын қолданады екенбіз. Бірінші тапсырманың бысында оқылым мәтінінен тәуелдік жалғаумен берілген сөздерді теріп жазып, қай жақта тұрғанын көрсету керек. Мен бірнеше тәуелдік жалғаумен берілген сөзді теріп жаздым. Қалғанын өздеріңіз жалғастырып аласыздар. Тамағыңызды екінші жақ сыпайы түрінде қызылмен тәуелдік жалғауларын белгілеп қойдым. Қызметіңнен, сенің қызметіңнен, екінші жақ аяғын, оның аяғын, үшінші жақ қылығы, оның қылығы, үшінші жақ ісі, оның ісі, үшінші жақ тамағымды, менің тамағымды, бірінші жақ есебімді, менің есебімді, бірінші жақ. Мына тәуелдік жалғауынан кейін сөздерде септік жалғауы жалғанып тұр. Екінші тапсырмада берілген сөздерді тәуелдік жалғау арқылы байланыстырып, бірнеше сөйлемнен тұратын шағын мәтін құраңдар дейді. Үлгі ретінде адамның мінезі бала жастан қалыптаса бастайды деген мысал беріліп тұр. Адамның мінезі деген сөз тәуелдік жалғауын қабылдап тұр. Енді мен осылайша шағын мәтін жазып қойдым. Сіздер өздеріңіздің әртүрлі нұсқаларыңызды бере берсеңіздер болады. Қазақта ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген қанатты сөз бар. Әрбір ана мен әке өз баласының мінезі жақсы, елге сыйлы болғанын қалайды. Баланың бет-әлпеті ата-анасына ұқсағанымен, кейде қасиеті мен мінезі оларға ұқсамайды. Оны дана абай бала үш адамның біріне, ата-анасына, ұстазына немесе достарына ұқсайды. Соның ішінде қайсының ықпалы күшті болса, соған көбірек ұқсайды деп түсіндіреді. Сондықтан досты да дұрыс таңдай білу керек. Боламын дейтін бала өзінің ата-анасын, ұстаздарын, достарын ұятқа қалдырмай, олардың жүрегін ауыртпай, жақсы азамат болуға тырысуы керек. Енді бұл жерде қай сөздерде тәуелдік жалғау бар десек, оны табуы оңай. Көңілі үшінші жақ тәуелдік жалғауы, баласының сы үшінші жақ тәуелдік жалғауы, мінезі үшінші жақ тәуелдік жалғауы, оның алдына, осы сөздердің алдына менің, сенің, сіздің, оның деген сөздерді қойып тексереміз қай жақта екенін анықтау үшін. Бет әлпеті үшінші жақ, ата-анасына с деген тәуелдік жалғауы тұр, үшінші жақ
қасиеті, мінезі үшінші жақ, ата-анасына, ұстазына, достарына үшінші жақ тәуелдік жалғау, қайсысы үшінші жақ тәуелдік жалғау, ықпалы үшінші жақ тәуелдік жалғау, өзінің үшінші жақ тәуелдік жалғау, ата-анасын, ұстаздарын, достарын соңындағы деген жалғаулар үшінші жақ тәуелдік жалғауды білдіреді. Жүрегін, жүрегі дегенде үшінші жақ тәуелдік жалғау. Осымен болды. Шамамен осылай, мына жерде бірнеше сөз қамтылмай қалды. Сондықтан өздеріңіз әдемі мәтін жазып шықсаңыздар болады. Үшінші тапсырма. 39-шы аудионы тыңдаңдар. Берілген музыка түрлері қандай адамдарға тән екендігін жазыңдар дейді. Бұл аудиода өте қызық мәтін екен. Операны жоғары талғамды, жұмсақ, шығармашылыққа бейім адамдар тыңдайды. Жазды сенімді, шығармашылыққа құмар, батыл, достары көп, байсалды адамдар ұнатады. Рэпті қарым-қатынасқа оңай түсе алатын, көңілді адамдар сүйіп тыңдайды. Классиканы талғамы жоғары, тыныш, өзіне сенімді, мына жерде қате кетіп қалыпты. Және тыныш дегеннен кейін өтірік болу керек. Еңбек сүйгіш, тыныш адамдар қалайды, 2 рет жазып қойыппын. Рокты өзіне сенімі аз, көпшіліктен гөрі жалғыздықты қалайтын, жұмсақ, сабырлы адамдар ұнатады. Попты еңбекқор, көңілді, жұмсақ, сенімді адамдар тыңдайды екен. Музыка тыңдағандыңда адамның осындай ерекшеліктерін көрсететін белгілер болатынын осы аудионы тыңдап білуге болады. 4-ші тапсырма. Өздеріңнің сүйікті әндерің мен әншілерің, олардың сыртқы келбеті туралы шағын мәтін дайындаңдар дейді. Мен мысал ретінде ғана жаздым. Сіздер осы үлгіге салып, өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз, сүйікті әндеріңіз туралы жазсаңыздар болады. Менің сүйікті әншім Мирас Жүгінісов. Оны бәріміз білетін шығармыз. Оның Ана, Зымыран, Уақыт, тағы басқа әндерін ерекше сүйіп тыңдаймын. Мирас қара шашты, қой көзді, орта бойлы, сымбатты жігіт. Сонымен қатар ол заманауи, сәнді киінетін, сахнада өзін ұстау мәдениеті жоғары, дауысы ерекше әнші. Сондықтан оның әндерін сағаттап тыңдай беруге болады деп жазып қойдым. 5-ші тапсырма. Оқиық қызық, көп нүктенің орнына қажетті жалғауларды қойып оқыңдар. Атасы, тарихы, туған жері, суреттері және қолы. Осы жердегі тәуелдік жалғаулар түсіп қалыпты. Енді 5-ші тапсырманың астында қарамен берілген сөздерді сөйлем мазмұны өзгермейтіндей басқа сөздермен ауыстырып жазыңдар дейді. Суретші Амангелді Имановтың туыстарымен сөйлесу үшін Торғай облысына әдейі барды. Әдейі барды дегенді арнайы барды десек болады. Батырдың бейнесін оны көрген адамдардың сөздеріне сүйеніп, қағаз бетіне салған. Оны көрген адамдардың сөздеріне қарап, қағаз бетіне салған десек болады. Суретші суретті аяқтағанда, немесе бітіргенде, Амангелді Имановты көзбе-көз танитын адамдар қайран қалады деп, тікелей деген сөздің орнына ауыстырып берсек болады. 6-шы тапсырма. Мақал-мәтелдердің мағынасын 2-ші бағаннан табыңдар дейді. Өте қызық тапсырма. Жылы-жылы сөйлесең, жылан іннен шығады. Яғни көңілге қонымды жылы сөз тауып, адамды өзіне баурай сөйлеу туралы айтылып тұр. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында. Адамның сыртына қарап алданып қалма, оның бар сыры ішінде деген мағынаны білдіреді. Еріншектің ертеңі бітпес. Жұмыстан қашқан адам істі күнде кейінге қалдыра береді деген мағынаны білдіреді екен. Осымен сабақ аяқталды. Келесі видеоларды өткізіп алмау үшін видеоға лайк басуды, қоңырау белгісін басуды және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.